Ұлт құру немесе ұлт қалыптастыру. Бұл қандай процестермен байланысты? Ең күрделі және көп талқыланып жатқан қазіргі таңда бұл терминология мәселесі. Жалпы егерде біз осы сөз түбірінің шыққан негіздемесін алатын болсақ, ағылшын тілінен national building деп түсінеміз. Ол ұлт құру немесе ұлт қалыптастыру деп қазақ тіліне аударатын болсақ, онда көптеген сұрақтар туындайды. Ал орыс тілінде бұл нациостроительство деп қолданатын термин. Бастапқы бұл қандай теориялармен байланысты? Үш бағытты негізгі қарастыратын болсақ, ол примордиализм, инструментализм және конструктивизм. Примордиализм бағытын ұстанатын ғалымдар көп жағдайда ұлттың негізгі шыққан тегімен байланыстырады. Ол жалпы бір туыстық негіздемеде немесе бір жерден пайда болып, өзінің генетикалық негіздемесінен бір тұтас халық болып қалыптасқан топтарды айтатын болады. Примордиализмде өзінің шектеулері бар. Келесі тұжырымдама ол инструментализм. Инструментализм дегеніміз көп жағдайда саяси элита өзінің саяси мақсатқа жету жолында этникалық маркерларды алға тартатын жолды айтамыз. Үшінші бұл конструктивизм. Конструктивизм көп жағдайда этникалық топтардың негізінде бір тұтас ұлтты қалыптастыру түсініктемесін береді. Егерде біз батыс және посткеңестікті алатын болсақ, бұл жерде айырмашылықтары және негізгі түсініктеменің бір-біріне қайшылықтары нелікте? Біріншіден бұл этнос деген түсініктеменің тұжырымдамасы және де ұлт деген түсініктеме. Этнос дегеніміз бұл жаңағы біз примордиализмнан шығатын этникалық топтардың бәрінің де бір қалыпты, бір текті шыққан бір түбірі бар деген нәрсені түсінеміз. Ал егерде біз конструктивизмді алатын болсақ, бұл ұлтқа көп жағдайда жақындау болады. Мысалы, ұлттың негізгі пайда болу тарихи кезеңін ғалымдар 18 ғасырдың екінші жартысы және 19 ғасырда айтады. Ал егерде этникалық генезисті алатын болсақ, бұл ғасырлар бері келіп жалғасып келе жатқан процесс деп айтамыз. Енді примордиализмнің ең негізгі қалаушы ғалым деп алатын болсақ, ол Брамлей, және де осы төңіректе біз Гумилевті да айта аламыз. Өйткені Гумилевтің этногенез теориясы бойынша әрбір этнос осы әлемде пайда болғаннан бастап өзінің жеке бір өзінің тағдыры бар деп көрсетеді бізге. Және осы этникалық топтардың даму барысында өзінің белгілі бір кезеңдерді болады деп атап көрсетеді. Ал егерде біз конструктивизмді алатын болсақ, бұл жерде ең жарқын негізін қалаған екі батыс ғалымдары бұл Энтони Смит және де Бенедикт Андерсонды көп жағдайда айтып жатамыз. Не нәрсемен бұлар байланысты? Әрине 18 ғасырдағы батыс елдері көп жағдайда басқа тарихи кезеңді басынан кешіп отқан кезде саяси көзқарастардың өзгеру және экономикалық қарқынды даму кезеңмен байланысты болды. Және де бірінші кезекте осы біріккен топтар өз-өзін ерекше жеке бір мемлекет, бір субъект ретінде соны танып білу. Бұл жерде біз тағы бір сөз тіркесін қолданамыз, ол идентификация деп аталады. Бұл сұрақ өте күрделі, тағы бір айтып өтейін. Бірақ сонымен қатар, егерде біз ұлт пен этностың екеуін бір-біріне қарама қарсы қоятын болсақ, онда біз міндетті түрде бір дихотомияға келеміз. Бір жағынан этникалық болмыс, ол адамның өзінің туып өскен, өзінің бір шыққан тегімен нақты байланысты. Міндетті түрде бұл жерде біз мәдениет, тіл және ортақ бір ортаны алатын болсақ. Егерде біз ұлт алатын болсақ, бұл жерде бір құрастырылған ерекше бір адамдар саяси көзқарасы ортақ немесе мәдени көзқарасы ортақ бір топты біріктіріп айта аламыз. Этникалық топтар әрине әлем бойынша 5000-нан асады. Ал егерде біріккен ұлттар ұйымының құрамындағы мемлекеттер санын қарайтын болсақ, олар 200 ғана. Сондықтан этникалық әр алуандылық әлем бойынша өте күрделі деп айтамыз. Бірақ әрбір тарихи заманда экономиканың, технологияның, білімнің өзгеруімен байланысты осы ұлт құру процесі қалай жүріп жатыр және біз қайда бара жатырмыз деген сұрақ қайтадан туындайды. Әсіресе біз үшін посткеңестік кезеңде дамып келе жатқан мемлекеттер, өйткені батыс көзқарасы және кеңес дәуіріндегі
көзқарас екеуі екі түрлі болды. Көп жағдайда кеңестік идеология жаңағы примордиалдық стратификацияға негізделді. Ол жерде тек қана этнос емес, сонымен қарай ұлт және национальность деген сөзде қолданды. Көп жағдайда әрбір этникалық топ өзінің мемлекеттің және мемлекеттілігін құра алмайды. Ұлт болып тек қана өзін мемлекеттің құрған ғана этникалық топтар есептеледі деген тұжырымдама болды. Әрине қазіргі таңда мысалы біз конструктивизм теориясын алатын болсақ, бұл жерде Андерсон де солай айтады. Әрине әрбір мемлекет өзінің белгілі бір мәдени этникалық болмысы бар деп айтады. Бірақ жаңағы технология, экономика және білім дамыған сайын, және біз постиндустриалды әлемге өткен сайын, біздің этникалық болмысымыз әлде қайда өзгеріп жатады. Бұны да біз еске алуымыз керек. Этникалық болмысты алға тарта отырсақ, онда біз этникалық ұлт, ал егерде біз жаңағы ұлттық немесе оның негізінде азаматтылықты алатын болсақ, онда біз азаматтылық деген нәрсені және азаматтық ұлт деген екі ұғымға қайтып келеміз. Әрине, көп жағдайда бір-біріне оны қарым-қайшы қойып жатады. Этникалық ұлт ол тек қана бір этникалық топқа байланыстырылып жатады. Соның мәдениетіне, соның тіліне, соның пайда болған ареалына байланысты. Ал егерде біз оны азаматтылық ұлт деп алатын болсақ, бұл жерде осы мемлекеттің барлық азаматтары тең құқылы деген мағына беріледі. Егерде біз қайтадан Бенедикт Андерсон тұжырымдамасына қайтып келетін болсақ, ол кісінің негізгі тұжырымдамасы осы мемлекетте тұрып жатқан азамат бір-бірін тікелей тани алмайды деген ойда болады. Сондықтан ұлт деген сезім, біртұтастық және сәйкестілік деген сезім әр адамның өзінің ішкі бір эмоциясында, өзінің бір эмоционалдық байланысына көп жағдайда негізделеді. Бенедикт Андерсон ойдан шығарылған қауымдастық деп айта отыра, оның ішкі байланыстары не нәрсемен құралады. Мысалға, 16 ғасырдағы Европадағы реформацияны келтіреді. Бұл жерде жалпы халықты біріктіру үшін және бір қалыпты бір сәйкестендіру процесін жүргізу үшін ең маңызды болған бұл жерде кітапты басып шығару. Өйткені жалпы халыққа басылымдағы кітап шығу арқылы белгілі бір ой бәріне ортақ болып қалыптасады. Тура солай қазіргі таңда біз егерде бұқаралық ақпарат құралдарын алатын болсақ, интернет жүйесінде тарап жатқан ақпаратты алатын болсақ, бұл жерде бәріне бір ортақ таратылатын және сонымен қатар бәрімен бір қатар қабылданатын ақпарат ол бәрінің ойына да сіңіретін бір ой болу керек. Сондықтан өзіміздің ойымыздан шығарған бір қауымдастықты елестете отыра, біз жалпы өзіміздің ішкі байланысымызды қайтадан сезінуіміз керек. Келесі конструктивизмнің тағы бір бағытын қалыптастырған Эрнст Гелнер ғалымға тоқтайтын болсақ, оның тұжырымдамасы бойынша, егерде біз ұлт қалыптастыру процесінде қандай нәрсеге жүгінеміз? Біріншіден, әрбір азамат өзін және басқа азаматты тең құқылы азамат ретінде қабылдау керек. Егерде біздің мәдени, саяси және экономикалық аумағымыз бір-біріне сәйкес болатын кезде, онда біз бір ұлт қалыптастыру жолында келе жатырмыз деген ойды алға тартады. Әрине қазіргі таңда, егерде біз көп этникалық немесе көп конфессиялық мемлекеттерді алатын болсақ, бұл жерде көп жағдайда оның мәдени және рухани шеңберлері бір-біріне сәйкес еместігін көрсетуі мүмкін. Бірақ жалпы айтқанда, тағы бір осы батыс ғалымдарының Герберт Якқа келетін болсақ, онда азаматтық ұлт дегеніміз бұл осы мемлекеттің басымдылығын және мемлекет тең құқылы мүмкіндік беріп әр азаматына оның тек қана мәдени, рухани мүмкіндігіне қол жеткізіп, сонымен қатар жаңағы мемлекеттің өзінің белгілі шекарасын бекітуге әбден мүмкін деп айтады. Осы жерде Бенедикт Андерсон тағы бір тұжырымдамасы бар. Ұлт қалыптасқан кезде белгілі бұл шекара дегеніміз ол елдің егемендігін анық көрсетеді. Сондықтан ұлт, мемлекет деген нәрсеміз екеуі бірге жүретін және бірге дамып өсетін екі феноменді айтамыз.
Жалпы ұлт құру процесі бірнеше кезеңдермен байланысты. Бұл жерде және ұлт құру процесін біз тағы де бірнеше жағдайда қолдана аламыз. Біріншіден, егерде мемлекеттілік мүлдем болмаған жағдайда қайта құрылып жатқан мемлекетті айтамыз. Егерде бір тарихи оқиғалармен байланысты мемлекет құлдырап жатса, онда мемлекетті қайта құру процесін тағы да біз мемлекет немесе ұлт құру процесі деп айтамыз. Және де ұлттық бірегейлік сезімін нығайтуға бағытталған мемлекеттік саясат бұл да ұлт құру процесіне негізделеді. Әрине тарихта өте көп осындай мысалдар бар. Егерде біз жалпы nation building процесі Еуропа елдерінде 18 ғасырдың екінші жартысы және 19 ғасырда қарқынды жүріп, қазіргі таңда осы процестер не нәрсемен байланысты? Бұл енді 19 және 20 ғасырда болған революциялар, сонымен қатар егемендік алған елдермен байланысты. Ал посткеңестік кезеңінде әрине бұл 1991 жылдан бастап үлкен кеңес мемлекеті құлдырағаннан кейін соның негізінде жаңадан қалыптасып келе жатқан жаңа тәуелсіз мемлекеттерде жүріп жатқан процестерді айтамыз. Көптеген батыс ғалымдар осы біздің әсіресе орталық Азия өңіріндегі мемлекеттерге ерекше назар аударған болатын посткеңестік кезеңде ұлт құру процесі не нәрсемен байланысты деп. Бірінші қатарда бұл әрине саяси элитаның іс-әрекетімен байланысты. Екіншіден, мемлекеттік емес субъектілердің іс-әрекетімен байланысты. Және үшінші жағдай, бұл қазіргі таңда өзекті болып тұрған мәселенің бірі, бұл геосаяси өзгерістер. Тағы бір батыс ғалымы Ханс Кох өзінің тұжырымдамасында азаматтық ұлт және этникалық ұлттың айырмашылығына сипаттама береді. Азаматтық ұлт дегеніміз бұл өзінің болашағына көбірек бағытталған және де жеке адамның құқықтарына, азаматтық қоғамның дамуына, өзінің саяси күресіне және болашақ мақсаттарына көптеген негіздеме береді. Егерде этникалық ұлт деп алатын болсақ, бұл жерде өзінің өткен тарихына, өзінің өткен заманына және өткен пайда болған түпнұсқасына көбірек үнілу, сонымен қатар бір бірегейлік іздестіруге көптеген мақсатта болады. Қазіргі таңда егерде біз осы екі тұжырымдаманы алатын болсақ, бір-біріне деген қарым-қайшылығы жоқ екенін анықтауға да болады. Өйткені әр мемлекеттің және әрбір этникалық топтың өзінің пайда болу тегі бар, сонымен қатар өзінің даму тарихы бар, және де қазіргі таңда барлық мемлекеттер өзінің этникалық әр алуандылығын сақтап келеді. Сонымен қатар Қазақстанға келетін болсақ, бізде этникалық ұлт немесе азаматтық ұлт деген тақырыптар қазір тең қарастырылуда. Өйткені негізі бір түпкі шыққан қазақ халқы деп айтамыз. Конституцияда солай бекітілген. Байырғы қазақ жерінде саяси мемлекетті құрамыз деген сөз жазылған. Ал тарих барысында көптеген этникалық топтар өз тағдырын қазақ халқымен бірге кешкен болатын. Қазіргі заманауи Қазақстан бұл көп этносты және сонымен қатар көп конфессиялық ел деп айтамыз. Ал мемлекеттілік формамыз қазіргі таңда біз демократиялық зайырлы мемлекет деп айта отырып, барлық азаматтарына тең мүмкіндік беретін конституция деп негізделеді. Әрине бұл жерде екі тұжырымдаманың бір-біріне қарама-қайшы емес, керісінше бір-бірін толықтыратын деп қарастырып отырамыз. Егерде біз этникалық болмысымызды біріншіден мәдениет, тіл, оны бір-бірін түсіну үшін құралған нәрсе деп алатын болсақ, ал мемлекеттік тұрғыдан егерде біз бір тұтас, бір ел қалыптастыратын болсақ, онда біз өзіміздің азаматтылық сәйкестілігімізді қалыптастыруымыз керек. Әрине, бұл жерде қайтадан мәдени сұрақтар бірге жүреді. Ал жалпы ұлт құру процесі немен байланысты? Әрине, әлем мемлекеттері бұны модернизациямен байланыстырамыз. Модернизация дегеніміз бұл білімнің, тағы айтып өтейін, білімнің, технологияның және де индустрияның жаңа қарқынды даму кезеңіне келгенмен байланысты. Осымен байланысты трансұлттық корпорациялардың пайда болуы көп жағдайда кейбір ұлтқа өздерінің де қауіп-қатерлерін әкелетін болды. Ашық ақпараттық қоғам өз кезегімен ақпараттарды тең алмасу жүйесінің жұмыс істеуімен байланысты адамдардың бір бағытта болмауының, адамдардың ой-пікірі жан-жаққа бөлініп, жан-жақты болуына әбден мүмкіндік жасады. Қазақ тілінде айтатын болсақ, ұлт құру, ұлт құрастыру немесе ұлт ұйыстыру бәрінің түпкі мақсаты
бір ел егемендікті қалыптастыру. Сонымен қатар бәрімізде анық түсінуіміз керек. Ұлт құру дегеніміз бұл ұзақ процесс. Бір ұрпақ екінші ұрпаққа жалғаса отырып, мемлекеттік нығая отырып, сонымен қатар ішкі патриоттық сезім нығая отырып, біз ұлт құру процесіне ерекше мән береміз.